Сіздерге бүгін таңғы асқа керемет идея ұсынбақпын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Кез келген батоннан алып шұқылап тураймыз. Үстіне майонез жағып шығамыз. Нандарды сразу противенге салып, үстіне помидор, кукуруза, колбаса, оливке қойсаңыздар болады. Мен қолдағы бар заттармен жасадым. Ең үстіне сырты үкіштен өткізіп, қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Өте оңай әрі дәмді таңғы асы, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ұлжан Атабайқызы.